Мұсылманмын деген халық еш уақытта аумен деп бата жасамай дастархан баса тұрмаған деп бағана айттым.
Олай болса тегіс атарыңға жайғасыңыздар, жайласыңыздар, барша қонақтар кәнекей. Құлақтарыңызға алдыңыздарға. Енді кереметтей, Исаға, жайғастырыңыздар, не ап тұрсыздар? Ішіп ағастыр ма? Ал, құрметті ағайын, енді шамал сабыр сақтайық. Мына жерде, мына Серік ағам мен Дина жеңгемнің алып қойған әр қайсысы пәленбай мың теңгенің приздары бар екен. Ана призді алғандарманда, алмағандарманда. Менен соңтал ортаға 69 адам бар ма? Бір жұп. 69 адам бір жұп шақырайын деп тұрмын. Әгер мақұл десеңіздер. Өйткені бүгінгі тойда үлкен кісілердің қарасы көп болғандықтан, анау ойынға шамал ден қоя алмадық. Сондықтан ойын болсын дегендер. Қошемет шапалап қояқшы. Ойын болсын ба? Не болды? Тоғына ба? Бір өзіңіз ғана жоқ деп атыз, қалған бәрін иә деп атыр ғой. Тоспа, олай болса, қадірлі ағайын. Менен ортаға осындай кереметтей әулеттің барша қыздары, күйеу балдар, жиендер, апа, жезделер, жиендер, баршаларыңызды қошеметпен ортаға шақырсам. Және де осында кереметтей бүгінгі тойдың төрінде Оразбек көкем мен Қарлығаш апамның алтынасы ұлы Әсет бауырымның достары. Тегіс той төріне келіңіздер. Әсет бауырымның достары. Бірімізден біріміз қалмайық. Және бүгінгі Оразбек көкем мен Қарлығаш апамнан тараған барлық ұл қыздар, күйеу балдар, келіндер, барлықтарында бермен қарай келіңдер. Кейбір көкелер күлді шаттық шыңға жетелер, күліп жүріңдер, ойнап күліңдер. Рахмет. Ой, рахмет, аман аға. Бажа, сіздерді билігімен сөйлеуге шақырдық. Баға, сосын бидің кезінде айтамын өзім. Ал, енді құрметті ағайын, қалған жаңа айтып отырмын ғой, осы әулеттің қыздары, күйеу балдары. Барлық, құдалар деп жатырмыз, құдаша құда балдар деп жатырмыз, барлық бағана кетті, тілек айтып. Енді мен ортаға апа, жезде, жиендер және Әсет бауырымның достары. Барлықтарыңызда бірінші кімнен бастаймыз? Аман аға. Еркекті қады еркек. Бәріміз бірден сөйлеу мүмкін емес, бір адам сөйлейміз. Бірінші сөйлеу керек қой. Ореге. Көке. Нәулем мынау. Ораз жасың құтты болсын. Жасыңа жас қоса бер, ауырма. Өмірде ыңғай қызықшылық дастарханың кең жайылсын. Мына ұл қыздарыңның қызығын көре бер. Нәулем немере сүй, шөбере сүй. Денің сау болсын. Қарлығаш екеуің жүре беріңдер. Жоқ. Ореке, туған күніңіз құтты болсын. Ореке деген мен туған нағашым. Сондықтан мен жаңағы Орекең айтады да, 70 жас деп айтпаңыз, 60 жас деп айтыңыздар. Ореке 60 жас құтты болсын. Өзің айттың ғой, 70 деп айтпаңыз деп. Екі рет 15-тен болып тұр ғой енді. Мен 70-тен барлық жақсылық тілеймін. Нағашым демеймін, таға деймін. Таға. Жасай беріңіз, Алланың берген жасын жасай беріңіз. Біз айтқанымызды бәрі болмайды ғой, бір Алла біледі оны, қанша жас береді. Мына Қарлығаш жеңшем екеуің жасай беріңіз, біздің алдымызда жүре беріңіз. Мынау сізге зор денсаулық тілеймін, барлық жақсылық тілеймін. Осы айтылып жатқан жақсылықтардың бәрі
бәрі тілек қабыл болсын. Мынау немере сүйіп жатсыз, шөбере сүйіңіз. Қанша жаңа бәріміз қалай көріп отырмыз, қанша немере болып отыр мына жерде көп. Неше болды қазір тағы? Айтпай. Жүзе көп. Зор денсаулық тілеймін, барлық жақсылық тілеймін сізге. Алланың берген жасай беріңіз. Рахмет. Тоғынапа қосылатын шығарсыз. Подарок берген кезде обязательно біреуіңіз айтыңыз онда, Ореке, нағашыға аман айтқандай аға дейміз бе, аға дейміз. Нағаштан жақындау. Жақындаусыға қанша деймін. Мынау қызықшылық құтты болсын. Екі рет болсын десе құтты болсын. Жаңағы нағашыға өстіп жұптарын жазылды. Емелек шөберенің қызықшылығын көріп өстіп жүре беріңдер. Құтты болсын. Рахмет. Ал енді екі семьядан төртеуміз бірдей сөйлеу мүмкін емес, сондықтан бір-бірден сөйлесін еріксіздер деп жатырмыз, тоқына бар режиміңіздер. Ал, енді Шералаға сізде жиен жағынан ба? Балқия хан ба? Балқия хан, ортаға шықшы. Ең отырайын. Берем ғой, бұл кісілерге бөлек берем ғой. Біріншіна үлкендерді бітіріп алайшы деп жатырмын. Ал, Балқия ба. Ал, құрметті көпия апа, туған күнің 70 жас құтты бола берсін. Апам үлкеніңіз Құда қаласа Алланың берген жасын жасай беріңіздер. Мынау немеренің, шөберенің қызығын көріп, алдымызда өсіп жүре беріңіздер, демдеріңіз сау болсын. Ең жаман деген күніміз осындай болсын. Ауырмаңыздар. Құда қаласа сіздердің осы тойларыңызда куә болып жүре берейік. Той қаласын. Ой, рахмет. Ал, Қалдыбай аға, сіздерден де үлкен жиендер. Қане? Ал, мынау қалайық, құрметті қалайық, ағайын жеңше құдалар деп, өзі нағашымшыл қатты даусым шығады өзі. Ореке, жеңше, мына нағаш деген жиен деген дауыс осылай шығады. Ореке, мына 70 деген жас деп, бүгін халық айтып жатыр. Жеңше екеуі жассыз әлі. Әлі шөберетіңе шөпшек, немеле күткендер. Той берекесін берсін, кішкентай баланың сүндетке жатқызып, серік інім қонып жатыр. Қонынан құт берекесін бере берсін. Өзі үлкен Орекеңді біз баламыз. Үлкен шалдардың қасында көремін. Одан әкемнің қасында көрдім. Үлкен елді, міне бүкіл ауыл болған Орекеңдер міне. Сіздерге рахмет айтамын. Міне әлелеріңізді тәрбиелеп, бүкіл ауылды басартқан інілеріңіз, міне сіздердің арқаларыңызда рахметін айтамын. Жиендердің атынан, бүкіл ауылдың атынан. Ура! Орекең! Ура! Қалаш апа! Ал! Қалаш апа! Тойда тамада мен! Бол. Ал! Әсет бауырымның достарының атынан. Әбілқайыр бауырым. Ал не дейміз мынау, көке жеңше, көке туғаннан құтты болсын. Деніңіз сау болсын, мына жеңшем екеуіңіз бақытты болыңыздар. Құдалардан немеренің сүндет той құтты бола берсін. Мағаларда бәрімізде той болсын үйде. Ал, болсын. Рахмет. Алып келген сый-сипаттарыңызды айтасыз ба? Ой, Құдай. Тойға ақыл келмегеннен кейін енді көрсетіп жауып көміркей. Мынау көкеме апама шапаным бар еді, соны енді кигізейін енді. Ай, бәрекелді. Абайлаңыз да тұншық тұрып болмаңыздар. Онысы да іш ыстық. Сіз де айтасыз ба? Бәрімізді айтайық. Той тағы да құтты болсын. Мына жас жігіт сияқты шауып жүргені бағана бір кісі айтып еді, мына біздің абыстайдың арқасында деп. Сондықтан ол кісіге де подарок алып келдік. Мына жиендердің атынан. Ай, бәрекелді. Ал, кәдеге, қошемет, сый-сипат тапсыруға рұқсат. Сонымен тегіс дастарханның басына жайғасамыз. Барша тілекші қауым, тілек айтқан ағайындар, оңғыр айтшысыншы, Шералаға. Шералаға оңғыр айтшысыншы, теріс қарақап бұл. Ішке абай. Базардан солай келді ма? Базардан келген үйше кегізейіп тұр қапыл. Не болды?
Apam söyledi. Toy öpesi olmaydı. Ya, apa jezdiler ben ayttım. Apa jezde dedim, ağa jenge dedim, barlığı bavurları kelsin dedim ortaga. Al dedim, men o yerde sizlerdi qaytadan tegiz asarganmasa jaygastyram. Aman ağa, tegiz toy төрүнө жайгасыңыздар, жайгасыңыздар. Барлыктарыңызды мен ұстап тұра алмайын деп тұрмын. Өйткені қонақтардың басы уже қайтып жатыр. Ya, sizler көпсіздер, мен бір өзім. Маған еш ренжімеңіздер. Енді мына Жахан бауырым екеуміз. Болды ма? Тегіс дастарханға жайғасыңыздар. Мен неге бұл кісілерді бірден дастарханға жайғастырдым билетпей. Мен өткені мына жерде шамал қарамыз азайып бара жатыр. Сондықтан мен барлық осы Оразбек көкемнен, Қарлығаш апамнан тараған ол қыздарды, келіндерді, балдарды, немерелерін, барлықтарын той төріне шақырайын деп тұрмын. Келіңіздер, мен Оразбек көкеммен, Қарлығаш апамнан тараған барша ұрпақтар той төріне келіңіздер. Қошемет! Қарлығаш апа майда? Қарлығаш апа! Мына жүріңіз. Қарлығаш апа өзімен өзі. Серік аға майда, Серік аға. Біреу жүріп сана көзіндіш. Сол айтып өріп пе? Бұл апа келіңіздер. Ағай. Серік аға келді ма? Келатыр ма? Серік аға майда шақырыңыздар. Енді мына қадірлағайын, қадірменді көпшілік осындай ата-анасын қадірлеп, қастірлеп, той төріне шығарып, барша ағайынның басын қосып жатқан менің Оразбек көкемменен Қарлығаш апамның барша ұрпақтары той төріне келді. Олай болса қадірлі ағайындар, енді үлкенден бастап тілек берейін десем, Серік ағам жоқ. Енді Серік ағам тойдың егесі ғой бір жағы. Сондықтан қыздар Берік аға. Кім сөйлейді? Қыздар сөйлесін ба? Қыздар сөйлесін, Қызын жол жіңішке. Серік ағам не қатын тұрсын? Кеп, қасына тұрыңыз. Туған келіншегі қасына? Қасына тұрыңыз. Бәрі барады жерің сояқ көрсін. Құрметті ағай, шаман самырсақтар бүгінгі той иелері тілек айтайын деп жатыр. Ал құрметті тойшыл қауым, көпшілік ағайын туыс, бауыр, құда жекжат, коллектив, барлықтарыңызға көп рахмет, тойларыңызға қайтсын. Біріншіден бүгінгі себепкер біздің папа, 70 жас мерейтойыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Жаңа айтып жатыр ғой, барлығыңыз жаңағы негізі өзім ырымшылмын, бәрі айтып жатыр, 70-ке ұқсамайды деп ренжімеңіздер. Жаңа тіл көзден сақтасын деп жатырмын. Алла тіл көзден сақтасын, папа өйстіп қартаймай, әр уақытта жап-жас болып арамызда күл ойнап жүре беріңіз. Мамам екеуіңіз бірге қартайыңыздар. Өсіріп отқан ұл қыздарыңыздың тек қызықшылығын көруге жассын. Өмірдегі бар жақсылықты тілеймін сіздерге. Рахмет. Жоқ, Серік ағам сосын сөйлейді. Серік ағам тойдың егесі соңынан сөйлейді. Ал ағайын, сабыр! Асығыста туған баланың атын абыр сабыр қояды деген, сондықтан шамал сабыр сақтайық. Ал құрметті қонақтар, мынау біріншіден сіздерге мында бір алғыс, уақыттарыңызды бөліп, көңілдеріңізді бөліп, біздің қуанышымызға, ортақтасып жатқандарыңызға, қуанышқа неғұрлым көп адам ортақтасса қуанышың көбейеді дейді екен. Қайғына неғұрлым көп адам ортақтасса қайғың азаяды дейді. Қуанышымызды көбейтіп жатқандарыңызға рахмет. Содан кейін папа, мама, мынау әр уақытта ауырмаңыздар, ортамызда жүре беріңіздер, қартаймаңыздар. Сіздер біздің көз қуанышымыздар. Нұрдәулет
Нұрдәулет бүгін үлкен жігіт болып тұлпарға мініп жатыр. Құдай алла тіл-көзден, бәле-жаладан сақтап, үлкен азамат болсын, атасына ұқсаған елдің азаматы болсын. Барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызда тек қана осындай қызықшылық, той болсын. Рахмет бауырлар. Мына қобалжың кетсін, Нұрдәулет бауырының мұсылман болғаны құтты болсын.